Биылғы қаңтар айы қар, бұрқасын және екпінді жел, сондай-ақ аномалды жоғары температурамен ерекшеленді. Температура нормадан 6 градусқа жоғары, ал норма қаңтар айына -14 градус. Бүгінгі таңға дейін жауын-шашынның мөлшері 50 мм құраса, норма 16 мм, яғни бүгінгі таңда 3 айлық норма жауды. Сондай-ақ көп жылдық мәліметтермен салыстырсақ, бұдан 56 жыл бұрын 1964 жылы 51 мм қар жауған екен. Сондай-ақ 1928 жылы ең көп жауған қардың мөлшері 131 мм-ді құраған. Ақпан айына консультативті болжам бойынша орташа тәуліктік температура мен жауын-шашынның мөлшері норма шамасында, яғни жауын-шашынның мөлшері 15 мм, ал ауаның температурасы -14 градус. Сондай-ақ қар мен бұрқасын жиі байқалады.